Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың қазақ тілі сабағының 69-шы сабағын өтетін боламыз. Балалар міндетті түрде біздің арнамызға подписаться батырмасын басып жазылып алыңдар. Себебі біздің арнамызда сендер балалар қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасап, түсінбеген тақырыптарыңды оқып, сабақтарыңды жасай аласыңдар балалар. Сондықтан міндетті түрде подписаться батырмасын басып қойыңдар. Енді балалар, бүгінгі сабағымыз 15-ші жаттығудан басталады. Мәтінді оқы дейді. Орындалған арман. Сауытбайдың тойына көп адам жиналыпты. Біз үйге кірсек, бәрі бір ғана адамның аузына қарап отырған сияқты. Ол орысша киінген, орта бойлы Ыбырай Алтынсарин екен. Біз кіргенде әңгіме балаларды орысша оқыту, мектеп салу туралы болып жатты. Ыбырайдың сөзінен кейін есік жақта отырған бір жұпыны киімді адам Сауытбайға қарап сөйледі. Бітер істің басына, жақсы келер қасына дегендей, аулыңа еліміздің бірегей ардагері Ыбырай келіпті. Бұл кісінің сөзін естідік. Көпшілікке өзі үшін емес, ел үшін қолқа салып отыр деді. Тойға келген ел тегіс бас қосқан жиылыс болды. Ыбырай Алтынсарин өз сөзінде: біз ғана өнер білімнен құр алақан қалып келеміз. Бұған өзіміз кінәлі. Өнер жастан шығады дейді үлкендер. Ендігі жерде сол жас өренді оқыту керек. Бұл үшін ең алдымен мектеп ашуға бүкіл ел болып ат салысуымыз керек деді Спандияр Көбеевтен. Енді балалар, бізде астында сұрақтар берілген. Осы мәтін бойынша сол сұрақтарға жауап берейік. Бірінші осы сұрақтарды оқып алайық. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып жауап беріңдер дейді. Ыбырай өнер білім туралы не айтты, ойыңмен бөліс дейді. Мәтіннен зат есімдерді тауып, талдау жаса дейді. Мәтіндегі нақыл сөздерді тауып жаз, осы нақыл сөздерден қандай ой түйдің дейді. Енді балалар, бірінші сұрақ бізде мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып жауап беріңдер дейді. Бірінші сұрақ бізде балалар: Сауытбайдың тойына адамдар не жайлы айтып отырды дейді. Сауытбайдың тойында балалар, адамдар балаларды орысша оқыту, мектеп салу туралы айтып отырды. Келесі екінші сұрақ: тойға орта бойлы орысша киінген кім келіп еді дейді. Бұл жерде балалар жауабы: тойға Ыбырай Алтынсарин келген еді деп жауап береміз. Келесі бізде балалар: Ыбырай өнер білім туралы не айтты, ойыңмен бөліс дейді. Ыбырай балалар, өнер білімнен қалып бара жатқан тек қана біз. Бұған өздеріміз кінәліміз. Ендігі жастарды оқыту керекпіз. Ол үшін бірінші мектептер салуымыз керекпіз деді дейді. Яғни балалар, Ыбырай Алтынсарин осылай деген екен. Енді балалар, бізге мәтіннен зат есімдерді тауып талдау жаса дейді. Бұл жерде балалар, бірінші зат есімдер бізде адам сөзі жекеше жалпы, Ыбырай Алтынсарин жекеше жалқы есім, Сауытбай бізде жекеше жалқы есім, мектеп жекеше жалпы есім, ардагер жекеше жалпы есім, ел жекеше жалпы есім, жиылыс жекеше жалпы есім, өнер жекеше жалпы есім, білім бізде бұл да жекеше жалпы есім, үлкендер көпше жалпы есім екен, балалар. Енді мәтіндегі нақыл сөздерді тауып жаз, осы нақыл сөздерден қандай ой түйдің дейді. Бұл жерде балалар, бізде екі нақыл сөз бар екен. Біріншісі бітер істің басына, жақсы келер қасына дейді. Екінші өнер жастан шығады дейді. Осы нақыл сөздерді жазып алыңдар балалар. Енді келесі бізде балалар 16-шы жаттығу: жұмбақ өлеңді оқып шешуін тап дейді. Өнерлі бала. Қанат Марат екеуі қамшы өре алады. Таңат Талап екеуі тамаша ән салады. Самат Сағат екеуі төгілтіп күй шертеді. Бабақ Барақ екеуі біледі көп ертегі. Ахат Марат екеуі ат үйретіп жүреді. Жанат Манат екеуі киім кешек тігеді. Балаларды өнерлі
есептеп көр сен енді. Сұлтан Қалиев дейді. Енді балалар, бұл жерде біз жұмбақ өлеңнің шешуін табуымыз керек екен, иә. Және де балалар, бізде астында тапсырмалар берілген. Сенің қандай өнерің бар? Өз өнерің туралы досыңа хабарлама жаз дейді. Өз достарыңның өнері туралы айтып бер дейді. Бірінші балалар, жұмбақ өлеңнің шешуін тауып алайық. Бұл жерде жұмбақ өлеңнің шешуі былай болады. Өлеңде бізде балалар, жұмбақ өлеңде 12 өнерлі балалар бар екен. Олар Қанат Марат, Таңап Талап, Самат Сағат, Бабақ Барақ, Ахат Марат және Жанат Манат екен, балалар. Енді бізде балалар келесі, сенің қандай өнерің бар? Өз өнерің туралы досыңа хабарлама жаз дейді. Яғни балалар, біз хат, яғни хабарлама жазып жіберуіміз керек екен. Сәлем Жанар, сен менен немен айналысқанды ұнатасың деп сұраған едің. Менің ойымша, әр адамның өзінің өнері болады. Мысалы, мен би билегенді жақсы көремін. Егер мен бимен айналыссам, маған ол күш береді. Ол кезде мен қиялыма ерік беріп, өзімді еркін ұстай аламын деп балалар хабарлама өздерінің қандай өнерлерің бар, сол туралы достарыңа хабарлама жазсаңдар болады. Енді балалар, керісінше өз достарыңның өнері туралы айтып бер дейді. Менің досымның аты Айжан. Ол домбыра тартқанды ұнатады. Айжан домбыра үйірмесіне қатысады. Ол көптеген жарыстарға қатысып, жүлделі орындар алған. Маған оның домбырада ойнаған күйлері өте ұнайды деп балалар жауап жазсаңдар болады, өздерінің достарының өнерлері туралы. Келесі бізде балалар 17-ші жаттығу, берілген сөздерді оқы, оларға сұрақ қой дейді. Бірінші бізде балалар күй, әнші, дос, өнерпаз, бала, кенші, суретші, биші, әже, көрші деген сөздер берілген екен. Осы сөздерге сұрақ қой дейді. Енді берілген зат есімдерді көпше түрге айналдырып жаз дейді. Одан кейін өзің бірнеше мысал келтір дейді. Бірінші балалар, осы сөздерге сұрақ қойып, көпше түрін жазып алайық. Яғни балалар, күй мысалы не деген сұраққа жауап береді? Көпше түрде күйлер болады. Әнші кім деген сұраққа жауап береді? Көпше түрде әншілер болады. Дос сөзі кім деген сұраққа жауап береді? Көпше түрде достар болады. Өнерпаз кім деген сұраққа жауап береді? Өнерпаздар болады көпше түрде. Бала сөзі кім деген сұраққа жауап береді? Көпше түрде балалар болады. Кенші кім деген сұраққа жауап беріп, көпше түрде кеншілер болады екен. Суретші кім деген сұраққа жауап береді? Көпше түрде суретшілер. Биші кім? Бишілер болады. Әже кім? Әжелер. Көрші кім? Көршілер болады екен. Енді балалар, бізге өзің бірнеше мысал келтір дейді. Мысалы балалар, ағаш не? Ағаштар көпше түрде. Ат не деген сұраққа жауап береді? Көпше түрде аттар болады. Көмір не? Көпше түрде көмірлер болады. Арал не? Көпше түрде аралдар. Арба не? Көпше түрде арбалар болады екен. Осылай балалар, өздерің тағы да қосатын мысалдарың бар болса, қосып жазсаңдар болады. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписация батырмасын басып, біздің арнамызға жазылып алуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан сендер балалар қазақ тілінен басқа математика сабақтарын, үй жұмыстарын бірге орындап, түсінбеген тақырыптарыңды біздің арнамыздан қарап, өздеріңнің сабақтарыңды жасай аласыңдар балалар. Келесі кездескенше балалар, сау саламатта болыңдар.